Достар, бүгін сіздермен бірге жылқының етін тұздайтын боламыз. Және бұл жерде қазы бар. Қазының видеосын келесі видеоға салатын боламын. Міндетті түрде менің арнама тіркеліп видеоларды жіберіп алмаңыздар. Мына жерде ішек сал жырты және де бауыр өкпе сондай заттар бар. Қазір мыналардың барлығын тұздайтын боламыз. Ол үшін бізге тұз және қара бұрыш және теркадан өткізген чеснок керек болады. Мына жерде тұз бар, қара бұрыш бар және чеснок бар. Барлығын жақсылап араластырамыз. Барлық етімізді қиғаштап кесіп шығатын боламыз, және де кескен ортаның барлығына салмасын салып шығамыз. Дәл осылай артқы бөлігінде жағып шығасыздар, және де ыдысымызға осылай рет-ретімен салып қоясыздар. Осылай барлығын тұздап қоямыз, бір күнге қалдырамыз. Бұл ешқандай да ашып кетпейді, және де бір күннен соң осылай еттің өзінің қандары шығады. Қандарын төгіп, еттерді өздеріңізге керекті мөлшерде кесіп морозильникке сақтайсыздар. Ас болсын.